Егер біреу сізді кемсітіп, өзінен төмен санап жатса, демек сіз дұрыс жолда келе жатырсыз. Адам жаман болып тумайды. Оқымаса, білімге ұмтылмаса, танымға асық болмаса, білгенін, танығанын үлгі тұтпаса, бірте-бірте қатарынан қалып, төмендеп наданға айналады. Өзгеге құрметпен қарайсыз ба, жоқ па, ол сіздің таңдауыңыз емес. Көрген тәрбиеңізді көрсетеді. Біреуден көңілің қалғанда, оның жаман адам емес, жай ғана сен оны өз деңгейінен де жоғары бағалап, оның қолынан келмейтін нәрсесін күткеніңді түсінесің. Өзгенің жүріп өткен жолын жүрмейінше, оның көрген қиындықтарын көрмейінше, ешкімді сынамаңыз. Уақытыңыз шектеулі. Оны басқалардың ойындағыдай өткізуге сарп етпеңіз. Өзгелер мені білмейді деп қапаланба. Қайта мен өзгелерді білмеймін деп қауіптен. Ақылды адам бәрін өзінен көреді. Ал төмен адам өмірінде орын алған келеңсіздіктің бәріне өзгелерді кінәлайды. Адамның ойына келмейтін нәрселерді қабылдаған кісі өмірдің ең жоғарғы белестерін бағындырады. Егер балаңыздың жақсы адам болып өсуін қаласаңыз, онда оларға қазіргіден 2 есе көп уақыт және қазіргіден 2 есе аз ақша жұмсаңыз. Қадіріңді ешқашан кетіріп алма. Өйткені сыйың кетсе, қанша биік белестерден өтсең де, оны қайтару мүмкін емес. Ешкімді ешкім жақсы көру міндетті емес, бірақ құрметтеу парыз. Құрмет пен сыйластық жайлы айтуды бәрі біледі. Ал ешкімді ренжітпеу көпшіліктің қолынан келе бермейді, әсіресе жақын адамдарыңның. Адам ойында жүрген барлық армандарына қол жеткізуге қабілетті. Ісім алға бассын десең, өмірде жетістікке жеткендермен бірге жүр. Тәкаппарлықтың биік шыңы өзіңді өзгеден биік санау, өзгеге жоғарыдан көкіректі керіп сөйлеу. Өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Балаға берілетін дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Жетістікке жеткен адамдар өзгелерге де жәрдем берсем дейді. Ал жетістікке жете алмағандар маған бұдан қандай пайда келеді деген сұрақ қояды. Егер де біреу сізді өз мақсаттарына жету үшін пайдаланып жүргенін сезсеңіз, оны өміріңізден бір жолата сызып тастаңыз. Абыройың артып биікке көтерілгенде, достарың сенің кім екеніңді біледі. Ал құлағанда сен достарыңның кім екенін білесің. Дәрежең өскен сайын ұстамды болғайсың. Біз еш уақытта шынайы уақытты қабылдамаймыз. Кейде өткен уақытты қайтаруға тырысамыз, бір нәрседен кешігетіндей асығып жүреміз. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.